Assalamu alaikum, hürmetli Noğay eli. Men Qarabağstan Respublikası Madaniyat Ministri, Qarabağstan қызмет көрсеткен madaniyat қызметкері Turdyp Qalbay bolaman. Bizge meni жақында Danilia ham janına kelip, Qarabağ халқын, Qarabağ elin quvantып, şu жерде Qarabağstan'dan Nögüz qalasında uçrashuvlar өткөрүп, amfiteатрда үлкен фестивалга катнашып, өздерінің қызықты нөмірлерін жүре қатты қуантып кетті. Hem so festivalda biz Noğay yerindeki үлкен жас үлкен ағаларымыздың, апаларымыздың so Qarabağ еліне жолдаған сәлемнамасын көргіште қатты толқынландық, естіп. So Noğay елі аман болсын. Ертеңгі жылдарда, so бұдан бір 35 жыл алдын Noğay елінің бір қатар көркемөнер қайраткерлері, мәдениет қызметкерлері Qarabağстанда болған. Qarabağстан елінен бір қатар делегация so мәдениет қызметкерлері, жазушыларымыз, шайырларымыз, ұстаз, композитор, режиссер, актерларымыз Noğay елінде болған. Екі елдің арасында достықты бекемдеген. Бірақ соңғы уақытларда осы ара үзіліп, біраз тоқтап қалған еді. Кеше Данилия мен жанынан келгені бір қатты бір толқынландырып жіберді. Ендігі жағында сол екі елдің арасында қатынасып болсын, жақсы күндер көп болсын, барды келдіміз, давамлы болсын. Міне біздің елімізде әзір міне президентіміздің қарарыменен 2008 жылдан бастап Өзбекстан мемлекеттік театр институтының Қарабağстанда бөлім бар. Бүгінгі күнде 11 журналист бойынша балаларымыз оқып жатырды. Сондай өткен жылы консерваторияның филиалы ашылды Қарабağстанда. Әзір 50-ден артық балаларымыз оқып жатырды. Сонда Бердағ атында Қарабağ мемлекеттік университет бар. Әжіназ атында педагогикалық институт бар. Дене тәрбие институтлары бар. Біздің Noğay еліндегі жастарымыз келіп, Қарабağ тілін үйреніп, сол оқу орындарында келіп оқыса, бұл жерде жүзікке бір қас қондырғандай болады. Сондай-ақ мына біздің аманлық болса, біз енді осы жылы қиындау болуы мүмкін, бірақ келешекке қарап біз ірі іздестіреміз. Noğay еліне барып, мәдениет күндеріне барып бір өткеріп қайтты. Мен айтпақшыман, Noğay елі сау саламат болсын, еліміз тыныш болсын, барды келдіміз давамлы болсын. Әрдайым көрсек, бір жақсы ниетте, амалықта көрсекеміз деп сәлем жолдап қаламын. Сау саламат болғайсыздар. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Сегодня тема раз пошла о дружбе между народами. Я являюсь главным балетмейстером Государственного академического музыкального театра имени Бердаха. Нашего дружеского народа, нагайцев, наших братьев обрадовал не только меня, моих коллег и в целом наш народ. В конце 70-х наш Каракалпакия провела декаду в Республике Дагестан, в частности, наши артисты, звезды, писатели, вообще вся элита Каракалпакии поехали туда, и нас встретили на уровне горячо, тепло, наш нагайский народ, дагестанцы. И вот, как сейчас на глазах помню выступления ихних писателей, поэтов, я помню государственный ансамбль ихний совместно дали концерт. Вот. Это было так приятно. Я хочу сказать спасибо. Вот, приезд ихних артистов, звезд. Вот. Жанна Мусаева вчера совместно в амфитеатре дали концерт. Даниал, огромное вам спасибо. Спасибо Азизу, это генеральный директор, продюсер этой программы. Далее наш народ остался доволен. И когда вот это послание в виде видеоматериалов очень обрадовал наш народ. Я хочу сказать спасибо, пусть этот наш мост дружбы достроится. Мы, надеюсь, мы тоже ответным ударом поедем в Дагестан. Спасибо вам. До скорой встречи. Ассаламу алейкум, Noğay халқы. Мен Аллаязов Айыпберген Өтепбергенович, Қарақалпақстан Республикасы Мәдениет министрлігі Қарақалпақ Айқұлаш Қарақалпақ Милли фольклор ансамблінің директоры. Қарабağстанға мен есеген мәдениет қызметкерімен міне жақында ғана Даниеланың басшылығында Noğay елінен біздің Қарақалпақ еліне Noğay елі көркем шеберлері жанналармен бірге келіп бір үлкен фестиваль өткізді. Сол фестивальда Noğay халқының тілінде айтылған қосқыларды, әмде сол Noğay халқынан
ağalarımыздың жіберген сәлемнамаларын естіп отырып біз де бір толқынланып кеттік. Hem de biz hakikatinden bir tuğuşkan, жақын, тілimiz bir, dinimiz bir, халық екенін bir сезініп отырдық. Айқұлаш Қарақалпақ мемлекеттік милли фольклор ансамблі 1984 жылы Дағыстанға, декадаға барғанда Тереклі районына, Ноғайларға барып, сөйеді үлкен концерт бағдарламаларын көрсетті. Міне Құда қаласа ниет етіп отырмыз, осы байланысты және де бекемлеу, қарым-қатынасты тіклеу, сол декадалар бір-бірімізге мәдениет күндері өткізу режимімізде бар. Сіздерге Қарақалпақстаннан жалынды сәлем жолдаймын. Осы біздің арамыздағы байланыстыру үшін міне келген Даниэла менен Жаннаға үлкен сәлемдер жолдаймын. Дағыстан Республикасы көп милләтлі ауызбіршілікті жасайтын үлкен республика. Дағыстанда жасаушы ноғай халқы тілі, әдебиеті, намалары біздерге сай, ұқсас, әсіресе атқарған дастанлары, біздің дастанларымызды атқаратуымыз, сондай елге дастан бірге атқарып жүргендерін әмеміз білеміз. Дағыстан Республикасында жасайтын ноғайлар менен бір жылдары өткен 80 жылдарда үлкен мәдениет күндері өткелі олардың арасында. Сонда үлкен декадаларға біздің республикамыздан қатынасқандар. Сондай республикадан қатынасқан Қарақалпақ милли фольклор ансамблі, Айқұлаш ансамблі қатынасады. Сонымен бірге республикамыздың үлкен бір әдебиет, көркемөнер саласында үлкен қосқышыларымыз Дағыстан Республикасының атақларын алған. Сонымен бірге біздің театрымызда да Құлыншақованың спектаклі қойылған. Спектакльді көруге автордың өзі келіп, әсіресе өз тілдерінде сөйлеп жүргендерін көріп, қуанышты пікірлерін білдірген. Мен ойлаймын, жақын күндерде де осы мәдениет күндері қайта тікленеді. Сонымен бірге үлкен мәдени қатынасқылар Өзбекстан Республикасы, Қарақалпақстан Республикасы, сонымен бірге Дағыстан Республика араларында үлкен қатынасқылар болады. Ассаламу алейкум. Мен Өзбекстан мемлекеттік филармониясы Қарақалпақстан Республикасы бөлімі директоры, Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Жырау Бақтияр Есемұратов. Міне жақында ғана Ноғай елінен қадырдан ағайындарымыз, кәсіптестеріміз достық фестивалына келіп, міне өздерінің жақсы концерт бағдарламалары менен біздің амфитеатрымызда өз концерт бағдарламаларын халқымызға қойып берді. Biz bundan juda quvonchlimіз. Mine Ноғай елі менен bizler Қарақалпақ, Өзбек халқы bir sonday bir madeni dostlukta beklemlep atırpız. Juda bir quvonchli festival bo'ldi. Madeni dostluğumuz ile de beklemlene versin. Biz aldığımızga reje koyup atırpız. Allah nasip ederse kelesi yıllarga Ноғай eline de Қарақалпақ madeniyati менен Қарақалпақ жыраулары, milli folklorları, бақсыларын, milli ayak oyunlarımız менен barıp, so Қарақалпақ madeniyatının oyakları жақыннан tanıştırу, көрсетуді алдымызға реже қылып қойыппыз. Biz ушундай madeni достукларды бекемлеп атырган hürmetli президентимизге, мәдениет тарауының başçılarına шын жүректен minnettarmız. Şunday madeni dostluğumuz көп bola bersin. Biz bunday dostluk festivalinin bolğandan juda quvonchlimіз. Қарақалпақ, Өзбек, Ноғай елlerinin şunday madeni dostluğunun bekemlenüvi bu juda bir жақсы нәрсе. Aldылары mine bizim filarmoniya cemaatimiz bolup Қарақалпақ madeniyet günleri so Ноғай yerlerinde bolup ötken so kelişekte de usunday madeni dostluğumuzdu belgilep Қарақалпақ madeniyatın Ноғай eline varıp milli qoşuqlarımız bilen jıravlarımız, baqsılarımız, milli ayak oyunlarımızda inam etemiz. Biz hamisha quvonchlimіз. Ноғай eline selam yollaymiz.